Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мына бүгін біздің офиске қош келіпсіздер. Енді бұл жердегі негізгі жұмысымыз адамға денсаулық сыйлау. Мына денсаулықты қалай сыйлаймыз? Мына негізгі бұл жерде үш өнім бар. Мына екеу, қазір тағы бір өнім көрсетсем. Мінекей, Сансет. Мінекей. Осы үш өнім. Biz жаңа ашкин бір жерге тастап кеттің ба? Білмедім, көрсе? Осы ерекем. Негізгі осы үш өнім. Осы үш өнімді ер адам болсын, әйел адам болсын, бәріне осыны іш деп айтамыз. Неге десеңіз, Денсаулыққа. мына бірінші өнім полный ішті адам ішіндегі ағзаны тазалайды. Аш ішек, тоқ ішек, қан тамырлар, ішектер, соларда тұрып қалған токсиндер. Мысалы, әсіресе мынау тоқ ішекте, біздің ана үлкен ішекте не қатпардың арасында тұрып қалған шлактар бар емес па? Қазір мысалы қанша 60 жылдан аса өмір сүрдік, содан бері келатқан шлактардың бәрін мынау тазалайды. Одан кейін адамға иммунитет береді, күшті иммунитет күшейеді мынадан. Одан кейінгі бұны кешке жатарда кішкене тілдің астына саласыз, порошок өзі. Болды, сонымен ертеңіне бұл өз жұмысын істейді. Бірақ рет кешке салады. Мынау одан кейінгі өнім Sunrise деген. Бұл Sunrise деген өнім, бұл не істейді? Бұны ішетін болсаңыз, азанда завтрактен бұрын, жарты сағат бұрын ішіп аласыз. Бұны ішкен кезде адамға бір күндік керекті адамға микроэлементтер бар емес пе? Бүкіл витаминдер, соның бәрін организмге толықтыра отырып, адамға күш береді. Адам шаршамайды мынадан кейін. Кәдімгідей ағзалар жасара бастайды. Ағзалар болғанда жаңа бауыр бүйрек дейміз ғой, қазір бәрі жас келген сайын қартайып жатыр. Даже адамның беттері, адам терісі бар емес пе? Сол әжімдері кетіп жасарып жатыр мынадан. Екінші өнім. Үшінші өнім мынау Сансет деген. Бұл адамның ең негізгі бұның жұмысы ұйқыны тыныштандырады. Адам жатқан кезде ұйқы жақсы болмаса, ол адам ертеңіне жақсы көңілді жүре алмайды. Шаршап, ұйқысы қанбай, былықсылық болды. Соның ұйқыны реттеу арқылы бүкіл нерв жүйелерін емдейді. Нервге байланысты аурулардың бәрін емдейді. Осы үш өнімді алып, бір ай где-то 40-45 күнге дейін ішіп жатыр осы үш өнімді. Одан кейін әйел адам болса, мынаны береміз. Альфа Макс V деген осы өнімді береміз. Әйел адам болса. Еркек адам болса, мынаны Альфа Макс M+ дейді. Осы өнімдермен M+ деген бар ғой, бұл ер адамдардың жаңағы простатит деген ауру бар ғой. Жас келген кезде адамда простатит деген ауру басталады ол. Сен оны қаласаң да, қаламасаң да ол ауру қазір басып баратыр. Бұрында үлкен шалдарда еститін қой, кіші дәретке шыға алмай қапты, болмаса кіші дәрет ұстамайды екен деген. Қазір сол ауру жасарып жатыр. Мынау женский, мынау мужской. Мынау женский. Әйелдердің бүкіл жаңағы әйелдердің арнайы, олардың ауруларын емдейді. Бұл да жаңа ер адамдар, бұл әйел адамдардікі екен. Дәл мынау ғой, көрдіңіз бе? Альфа Макс V деп тұр ғой. В деген бұл әйелдердікі. Енді тағы бір өнім бар, еркектер ішетін қазір көрсетем. Негізі бар ғой, негізі операцияға жеткізбей керек қой, қандай ауру болғанда да. Операция деген ең соңғы стадия ғой, операция деген уже бітті, басқа ем бұған жарамайды деген кезде ол операция. Жаман емес, ана шалды көрдім, 5 жыл болған, ана врачтың әкесі да салған жақсы. Не үшін бұл Малайзия елінің өнімдеріне біз келдік? Малайзия өнімдері, көрдіңіз бе мынау берген качество. Осы сапа. Жаңа осы өнімдер ғой. Сапа, одан кейін 5 жылдыз көріп отырсыз ба? 5 жылдыз деген білесіз ғой не екен? Гостиница 5 жылдыздық гостиница десе, ең высший гостиница ол. Оның ішінде бәрі условия бар. Бәрі высший класс. Тазалық жағынан да ештеңесі кем емес, бәрі артық деген сөз. Мынау өнімді осыны 2023 жылы Малайзияда Малайзияда өткен үлкен форумда осы мен жеңіп алды осы фирма. Бұл фирманың основательдері, басшылары анау тұр. Мынау тұр ғой плакатта. Ортада тұрған мистер Лео деген, бұл сол Малайзия елінде бұның өзінің заводы бар. Сосын жаңа қанында тұрған келіншек тұр ғой.
оның жасы 40-тан асып кеткен қазір, 45 па сондайда. Бірақ қарасаң жап-жас қыз сияқты. Өздері мына осы өнімдерді ішеді да, мынау негр болса, бүкіл Нигерияның, сол жақтың осы өнімдерді жүргізіп жатқан сол жақтың миллионері. Ол арғы шетте тұрған қағаздар тұрған, ол арғы бетте. Оның бәрі осының сертификаттары, рұқсат қағаздар. Түсіндіңіз ба? Бүкіл сертификат бар. Қай елге барам десе де спокойно кіре береді. Қазақстанға заңды кірді, тіркелді. Россияға кірді, Қырғызстанға, Өзбекстанға кірді, тіркелді. Бұл жерде мына көріп отырсыз ба, анау шетте, Ереке, мына қараңыз. О, 3 өнім тұр ғой. Жаңа мен айтқан 3 өнім. Золотой треугольник деп айтылады. Осы өнімдер бүкіл ауруға осыны береді. Жаңа сіз айтып отқан тізе ауруы болсын, басқа іш ауру, бас ауру, давление, сахар, бәріне осыны береді. Осы өнімдер ішкеннен кейін барып, әркімнің өзі жеке ауруына қарай. Жаңа ер адам болса айттық қой, мынау, әйел адам болса мынау. Содан кейін, егер де ол адамда тізе, жаңа сіз айтып отқан тізе ауруы ғой, Ереке. Мынау, буындар ауруы ше, буындар ауруға мынаны беріледі. Бұның ішінде 120 капсула болады, мына қараңыз. 120 капсула. Осы капсуланы азанда екеу, кешке екеу ішіп отырып, кәдімгідей бір ай ішкен адамдар жақсы результат көріп жатыр. Бірақ бұны бір ай ішіп қоймайды. Сіздің ол тізе ауруы жылдардан бері келіп жатыр ғой. Сол үшін бұны 3 айдан 6 айға шейін ішу керек. Сол кезде адам тізесі бүкіл сүйек ауруларына жақсы. Содан кейін жаңа сізге, жаңа кімге де, келіншегіңізге де мынау сынған бар емес па? Оларға бәріне жақсы. Содан кейін ер адамдарға жаңа мынадан басқа осы өнім келді, мына кішкентай. Осы мынау. Бұл алипрайм деген, бұл жаңа простатитті жайлап емдейді. Жайлап күнде азанда біреу, кешке біреу ішіп отырасыз. Сонымен бұл адамға, еркекке күш қуат береді. Және де адамның қанша штук мына ішінде? Бұның ішінде 60 штук жазылып тұр ғой. 60. Мынау 120, 120. Екеуі де бір ай ішілетін нәрсе. Мынау қанша штук? Бұл осы ғой, осы өнім ғой. Одан кейінгі шыққан өнім мынау пробиос деген нәрсе. Бұл асқазанның жаңағы нелерін дұрыстайды. İşte микрофлора бар ғой жаңа адамға ас қорытуға қажетті микрофлора. Соларды реттейді. Суық деген болса оны емдейді. Содан кейін еркектерге күшті пайдасы бар, цинк бар ішінде. Сол өнімдер бар. Одан кейін бір шыққан өніміміз мынау зубной паста. Пробиос дейді. Бұл да пробиотик. Не десеңіз, пробио Д дейді. İçinde D витамині бар. Тіс жуасыз, тіс жуған кезде тістің кариесі, жаңағы десналардың бәрін емдейді. Оған емдей отырып, ауызға кіргеннен кейін дәмін аламыз ғой біз. Сол дәмі қанға өтеді де асқазанды емдей бастайды. Түсіндіңіз бе? Сондай күшті нелері бар бұның. Осындай өнімдері бар, шығып жатқан. Егер мынау қызық десеңіздер, жеке-жеке мен айтып түсіндірем. Одан кейін бұның маркетинг планы да бар, ақша табатын жағы бар. Оны қызық болса, оны да айтып берейін.